Барлықтарыңызға сәлеметсіздер. Менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңа видео, яғни новый распаковка, яғни бумажный сюрприз. Видеоны бастамас бұрын тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды, колокольчик басуды, комментарийға өз пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар. Бүгін бізде әрине новый коллекция бар. Бір новый коллекция, келесі видеода бір немесе екі. Короче, бүгін бізде новый коллекция, яғни одежда коллекциясы, яғни киндер коллекциясы болады. Бүгін бізде новый коллекция, яғни бұл жерде 10 пакетик, 10 наклейка бар. Бұны мен ұзақ жасадым, әсіресе ішіндегі наклейкаларын, бұл наклейкасы өте күшті пакетик, ондай қатты әдемі емес, но ішіндегі несі, короче, өте әдемі. Бірінші көрсетіп шығайын, осындай нелер. Брендтер, сосын Gucci-дің пакеті, Louis Vuitton-ның, Chanel-дің пакеті, короче, сосын осындай коробкалар, осындай посылка. Осындай бір брендтің пакеті тағды. Осындай, әрі Dior'дың пакеті, әрі не істегім келмеген жоқ. Короче, пакеттердің өзі 10 сағат жасап кеттім. Бәрі жұртып жыртсайын дедім да. Бәрі жұртам қойын, ашқан кезде сол себепте ондай не істемей қояйын дедім. Короче, маған Арукалюкс канал тағы да жазды. Сары немесе қызғылт сары түсті таңдашы деп. Короче, таңдайық. Мен осы қызғылт сары пакетикті таңдаймын. Бұл жерде бізде 11 немесе 12 пакетикке распаковка. Бүгін бізде роза тема коллекциясы аяқталады. Мысық коллекциясынан біз сары осы түсті таңдайық. Яғни осы пакетикті чел. Бұл жерден біз осы сәбізбен таңдаймыз, қызғылт сары. Себебі басқа пакетик жоқ екен. Келесі видеода бізде 2 немесе 3 немесе 4, короче, сондай новый коллекция шығады. Себебі аз болып кеткен сияқты бізде уже коллекциялар. Бұл жерден сары немесе қызғылт сарыны алатын болсақ, біз сарыны алайық. Себебі бұл жерден барлық қызғылт сары болып келе жатыр. Келесі, давайте... Кстати, достар, бүгін бізде приготов коллекциясы аяқталады. Келесі, давайте табаллаки коллекциясынан. Мына біріншісі, себебі басқа пакетикте сары немесе қызғылт сары жоқ. Келесі, алдыңғы видеоның новый коллекциясы, яғни духи коллекциясы, өте әдемі. Бұл жерден біз давайте таңдайық. Қайсын таңдаймыз, достар? Мәлінше, мұнан таңдағым келіп тұрған жоқ. Мыналары өте әдемі шыққан. Сол себептен, біз артық достарға мән бермейміз. Үйдегілер, яғни кәусәрмен мирас шулап отыр. Мен сондықтан жасыл түсті таңдағым келіп тұр осындай. Себебі мына жерде өте әдемі пакетиктер қалғандары. Әрине ол пакетиктерді бұл коллекция аяқталатын кезде ашамыз. То есть бұл жерде так сары мен қызғылт сары бар ма көрейік. Бұл жерде сары мен қызғылт сары жоқ. Сол себептен басқа түсін таңдай салатын боламыз. Яғни бізде күлгін түс көбірек, сондықтан осы пакетикті таңдайық. Келесі бізде маникюр. Маникюрден де сары немесе қызғылт сары жоқ, сондықтан осы пакетикті таңдаймыз. Келесі видеода аяқталады. Әрине де Рапунцельден де жоқ екен, сондықтан осы пакетикті таңдаймыз. Келесі бізде Чхвейхайон Ук. Одан ең соңғысында қызғылт сары көбірек, сондықтан осы пакетикті таңдаймыз. Кактус коллекциясынан біз осыны таңдайық. Кішкене сарыға келетін сияқты, жасыл түсті. Және де достар, комментарий ашық болса, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Яғни сіздер сан немесе түсті жазасыздар, мен сондай пакетикті таңдап ашатын боламын. Короче, бұл жерде де жоқ, сондықтан күлгін түсті осындай пакетик таңдаймыз. Және де бізде адвент календарьды өз номермен ашамыз. Неге біздің каталог? Біздің бірінші коллекциямыз табаллаки коллекциясы. Короче, достар, уже жақында новыйдан коллекциялар көбірек шығатын болады. Және де достар, каналға өте күшті челлендж шықты, сурипа жасап боянды. Яғни ол өте күшті, ұтылған адамды бояйды, ұтылған адам. Короче, сондай челлендж каналға шықты, көріп кетіңіздер. Өте күшті, видеоның соңына дейін көріңіздер. Бізде номер 2, бізге осындай өте әдемі табаллаки коллекциясы шықты. Және де комментарийға жазып кетіңіздер, қандай коллекция шықсын. Сондықтан мен оқып, сондай коллекция жасауға тырысып, короче, жасайтын боламын. Бұның номері 2-ге жабыстырамыз. Бізде, үйде құрылыс болып жатыр, мән бермейміз. Келесі приготов коллекциясы. Приготов коллекциясын аяқтаймыз. Тағы да осындай приготов коллекциясы шықсын десеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер, мен шығаруға тырысамын. Бізде осындай приготовтан пицца шықты. Алдыңғы видеода мұнан істемедім, бөлек істеген жоқ видеодан соң. Бізде осындай пицца шықты. Қараңыздар, өте әдемі пицца, номер 7, дұрыс бұл. Әрине де. Келесіне қандай істесем болады деп ойланып жүрмін. Яғни приготовтың екіншісі шыға ма деп ойлап жүрмін. Себебі уже менде идея ондай көп емес. Қалмады да уже ондай қатты. Бізде кактус пен Рапунцель коллекциясы. Так, кактусты болайық бірінші. Вот кактус и Рапунцель коллекциясы. Давайте ашайық. Бірінші Рапунцель коллекциясы. Және де достар, бізде уже каналға өте күшті челлендждер шықты. Және де челленджді тағы шығаруға тырысамын. Яғни тағы да 1-2 челленджге идея болып тұр, соны түсіретін шығармыз. Бізде осындай 2 Рапунцель шықты, тезірек жабыстырайық. Және де челленджге де идея жазып кетіңіздер, мен оқып соны түсіруге тырысамын. Мен мынаны жабыстырдым. Келесі кактус коллекциясы, яғни кактус пакетигін ашайық.
Ойбу достар, дұрыс емес шығып қалды. Енді тағы да бір жыртып жіберейік. Мен пакетиктерді негізінде, короче, маған пакетиктер керек ше. Короче, бізге осындай ема деп тұрған кактус шықты. Давайте жабыстырайық. Мына дауыстарға мән бермейміз. Короче, енді түсінесіздер. Енді көп балалылар түсінетін шығар үйлерінде қандай ұлы отан соғысы болатынын балдардың арасында әрине де. Келесі бізде жарғанат коллекциясы, розовый тема коллекциясы бізде аяқталған аяқталмапты достар. Мен осы неде аяқтайды екен, мен аяқталды деп ойлап жүрсем, мінекей жарғанат коллекциясы. Мен алдыңғы видеода осыны аяқтадым деп ойлап осыны жабыстырып қойсам, сөйтсем аяқталмапты ғой достар. Енді осы кезде енді көріп жатырмын ғой, мен мына аяқталмағанын. Короче, бізде не шықты деп ойлайсыздар? Бізде осындай үлкендеу наклейкада, бізде осындай, короче, фотоаппарат. Осылайынан түсіресің. Короче, мен осындай алғым келіп жүр, қызығып жүрмін. Короче, видео түсіретін болса да күшті, фото түсіретін болса да күшті. Негізінде маған ұнайды. Мен негізінде аяқталды деп мына жерге жабыстырып қойған болатын. Сөйтсем, мынаны мына жерге жабыстырайық сыйсада. Келесі бізде жарғанат коллекциясы, яғни пакетигін ашайық. Осындай жасыл, сары түстер. Бізге осындай мұңайып тұрған жарғанат, жаңбырдың астында жылап тұр. Яғни вот қараңыздар, мына камераны білмеймін, мынандай болып кетіп тұрғанын. Короче, осындай жабыстырайық. Мінекей жабыстырдым. Келесі біздер маникюр коллекциясы. Бұл келесі видеода аяқталады екен. Және келесі видеода бізде өте көп нелер аяқталатын болғандықтан тағы да көптеу қылып не істеймін мен, коллекциялар шығарамын. Номер 1 және де ұзағырақ кетіп қалуы мүмкін. Короче, жасауға примерно 1-2 күн немесе 2-3 күн ба сондай. Короче, сол или келесі видеода білмеймін енді. Короче, білмей тұрмын оны. Мысық 3 коллекциясы жабыстырайық. Және де достар, менің каналыма челлендждер бөлек влог та шықты. И тағы да влог шығайын деп жатыр. Вот, ашайық. Және достар, осы видеоны достарыңызға жіберіп қойыңыздар. Бізге осындай мысық шықты номер 2. Егер де достарыңыз бумажный сюрпризге қызықса, әрине де осылайынан жіберіп қойыңыз. Осылайынан бумажный сюрпризді қазақша көрсін. Негізінде қазір қазақша ешкім дегенде көп түсірмейді. Сондықтан, короче, сол. Келесі бізде Куроми коллекциясы. Ашайық. Бізде қандай наклейка шығады екен. Және достар, мен каналыма тағы да бір видео шықты, оны айта кетейін. Яғни сұрақ-жауап, сіздер қойған сұраққа мен жауап бердім. Бізге осындай очки киіп тұрған Куроми шықты. Жабыстырайық. Менде негізінде осындай дайын наклейкалар болса, видео тезірек шығады. Себебі бұндай наклейкаларды, короче, бірден әшейін немесе пакетик жасап шығара беремін. Ал андай қолдан жасайтын болса, мен ұзағырақ жасаймын. Сол себептен мен бұны бір наклейканы жарты сағат немесе 1 сағат сондай жасаймын. Себебі мен қиын ше, андай короче, маркерлерім ондай жазбай қалып жүр. Соңғы кездерде новый маркер алатын шығармын. Оны әрине влог қылып түсіремін. Бізге осындай такси деген дорамадағы ЧХВ Хёнбук шықты. Маған қатты ұнайтын дорамалардың бірі. Яғни образы ұнайды осы ЧХВ Хёнбуктың. Және де келесі Пак Сормандікі немесе Сонкандікі, короче, солайынан шығады. Көріңіздер, міне мына жерге жабыстырамыз біз. Вот. Себебі мына сандар әріптер көре аламын деп ойлап тұрмын. Келесі бізде күлгін тема коллекциясы. Ашайық перфорациямен. Мінекей бізде негізінде бүгінгі новый коллекцияда да перфорация бар, қазір көресіздер. Және мен тағы да бір видео идея болып тұр. Егер де қызық болса, бумажный сюрприздің короче перфорацияларын көрсетемін. Қалай жасаймын? Бір 6-7 перфорацияны көрсетіп кетемін. Егер де қаласаңыздар комментарийға жазып кетіңіздер, мен оқып түсіремін. Егер түсірпесеңіздер, номер 3 мұнда жабыстырамыз. Бізге осындай ойнайтын, короче, осылай басып ойнайтын шықты. Мен атын білмеймін. Жабыстырайық номер 3-ке. Келесі бізде чел коллекциясы. Алдыңғы неде таппадым. Кешірім сұраймын достар. Чел мынау коллекция екен ғой. Мен басқа короче чел деп жазылып тұрады деп ойласам, сөйтіп мынау сәбіз екен ғой. Кешірім сұраймын достар. Тағы да айып етпейміз. Давайте ашайық. Маған қатты ұнаған пакетик. Перфорация жыртпаймыз әрине. Себебі маған пакетик ұнады. Так, осындай бір наклейка. Келесі екіншісі осындай наклейка. Так, мынаны көрсетейік. Бұл бізде туған күндегі чел, яғни туған күнге барып тұрған. Жабыстырайық. Мен камераны неғып екенін білмеймін. Бұнда осындай болып кете береді. Қараңыздар, қазір бұлдырап кетеді өзінен өзі. Келесі бізде осындай жүрегі жаралы, осындай қиналып тұрған чел, короче, жабыстырайық бұны да әрине де. Вот, үшеуі қайғырып тұр, короче, маған қуанып тұр. Алдыңғы видеоның новый коллекциясы, духи коллекциясы, маған қатты ұнаған коллекцияның бірі. Бізде осындай пакетик, вот, Диордың осындай пакетигі. Ашайық, перфорация. Вот, бізге мына жерге жасыл өтіп кетіпті даже. Так, ішінен қандай духи шығады екен. Вау, маған ұнаған духилардың бірі. Қатты күшті шыққан десем де болады, қараңыздар. Прям күшті коллекция. Ой, наклейка, то есть духи. Қараңыздар, маған прям қатты ұнады, күшті шыққан ғой. Вот, жабыстырайық. Так, бірінші бұны тауырайық. Вот, осы жерге жабыстырамыз. Бүгінгі новый коллекция бұдан да күшті. Егер
егер дегенде күшті, короче, жабыстырайық. Вот. Анау видеода осындай шыққан. Бүгінгі видеоның новый коллекциясы. Одежда коллекциясы, яғни вот. Осындай. Мінекей. Бізде осындай болып сәнделген, оның наклейка бар. Вот. Давайте ашайық. Перфорация. Бүгін бізде осындай перфорацияны. Так, тұрыңыздар. Вот, мына жерден ашам. Мына жерден де ашуға болады. Осындай. Тек қатылып кетпесе болды. Нормально ашылса екен. Жаңа ана бітіріп жатырмын. Себебі челлендж түсіргенбіз жаңа каналға кіріп көріп кетіңіздер. Бізде номер 3 албычты болып пакетик. Номер 3 не түсіп тұрған біліп тұрсыздар. Бізге осындай өте әдемі футболка, яғни топик десек те болады. Топикке ұқсас футболка, футболкаға ұқсас топик. Короче, осындай. Номер 3 біз мұнда жапсырамыз осылайынан, қараңыздар. Күшті болып тұрған сияқты. Неғыппен білмеймін, бұлдырап кетіп жатыр достар. Достар, бүгін бізде тамақ. Короче, осындай футболканы жабыстырамыз номер 3-ке. Мінекей. Бүгінгі біздің видеоның новый коллекциясы. Енді бізде адвент календар қалды. Так, адвент календар қайда? Ой. Вот, бізде осындай новый год дейтін, короче, новый коллекциямыз. Ой, новый коллекция дегенде адвент календарымыз. Бүгін біз 9-да ашамыз. Так, 9 қайда? 9, 8-ден кейін 9. Так, 18. Мына вот достар 9. Бізде осындай конфетпен ашайық. Мінекей, так. Енді ішіндегі наклей. Ема, достар. Диордың, короче, осындай өте әдемі сөмкесі шықты. Вот, жабыстырайық, қараңыздар, қандай Диор сумка екенін. Мында. Вот, достар.